Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен осындай дәмді дымлама тамағын бірге дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге картоп, сәбіз, пияз және орамжапырақ қажет болады. Картоп, сәбіз, қажетті көкөністердің бәрін ірілеп турап алатын боламыз. Мен мұнда сарымсақты және помидор қосатын боламын. Сіздер де өздеріңіз қалаған көкөністерді қосуларыңызға болады. Және қызып тұрған майға осылай қант салып, үстінен картопымызды салып қуыратын боламыз. Тұз емес, қант саламыз, сонда картопымыз қып-қызыл ерекше түстес болып қуырылып шығады. Менің арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Мені қолдап кетіңіздер. Жақсылап қызартып аламыз. Және осы майды біз тамақты демдеуге де қолданатын боламыз. Міне дайын. Енді бұны сүзіп алып, жаңағы дайын тұрған туралған еттерімізді осылай салып, кішкене қызартып қуырып алатын боламыз. Оның кішкене шыққасын осылай үстінен сарымсақты қостым. Қатты көп қуырмадым. Осылай араластырып, үстінен жаңағы дайындап қойған көкөністердің барлығын толық салып алдым. Пияз. Біздің үйде 2 адам болғандықтан мен өте аз жасадым. Табам кішкене үлкендеу болды. Сіздер өздеріңіздің үйдегі мүшелерге қарай бүткіл қоспаларын көбейтсеңіздер болады. Өте оңай, жеңіл тағам. Бумен пісірілгендіктен аса бір қатты кешкі асқа ауырлық етпейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне барлығын осылай тізіп алатын боламыз. Қызарылған картоптар. Енді бетіне жаңағы орамжапырақтарымызды бір талдап жауып шығатын боламыз. Толықтай жабылуына мән беріңіздер. Міне осылай толықтай жауып алдым. Енді біз бұның үстінен дәміне қарай тұз, дәмдеуіштерді салдым. Егер сіздер негізі капустаның астынан салып жіберіңіздер дәмдеуіштерді, сонда өте күшті болып шығады. Осылай жарты стақан суымызға 1 шай қасық томатты қосып араластырып, дайындап алған суымызды үстінен құятын боламыз. Және бетін жауып 45 минутқа бұқтырылуға жіберетін боламыз. Осымен біздің кешкі асымыз дайын. Осылай міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығатын болады. Және менің парақшама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.